Sınıfta bu bilgiyi tutuyor olay. Yedi katlar birbirlerinizi komutar edip, onu ilimini koşuyorsunuz. Size böyle Kelimet olarak ekranı. Kadın balığı sizlere bugün sabahta 7 okumuş gösteriniz. Topluma bölünüşün generasi aksi boyunca 7 topluma bölünüyoruz. Ne balığı 7 topluma bölünür. Aranızda kayıt toplumunda ortalarında 7 toplum sonuçta sayılır. Dokuz yıllardır Bağaloğlu şkolasına bağlaymazlar oğullarınızda. Bağaloğlu şkolasına Google kestesi boyunca bağlayımız. Men жұмыс ватсабына sizlerге siltemені жібердім. Әр тапсырмадан кейін өз-өздеріңізге баға қойып отырасыздар. Бал. Ең ұпай саны, ең жоғарғы ұпай 3 саны, ең төменгі 1 саны. Әр тапсырмадан кейін балдарыңызды не істейсіздер, қоясыздар. Сабақтың соңына дейін мұғалім күнделікпен ол балдарыңызды енгізеді. Енді балдар өткен сабақты есімізге түсіріп алайық. Бүгін қандай тапсырма берілді? Жакен Өтештің жалғыз поэмасына өзімізге ұнаған түсінік жасау. Жақсы. Балалар әр топтың алдында микрофон жатыр. Байқасаңыздар, еркін микрофон әдісі арқылы үзінділеріңізді жазға мәнерлеп отырсыздар. Балалар, енді өткен сабаққа ой жүгіртіп алайық. Үйге берген тапсырма. Жасайық. Жакен Өтештің жалғыз поэмасынан өзімізге ұнаған жерден өзімізді жасау. Дұрыс айтасыз. Балалар, әр топтың алдында қарап отырсаңыздар, микрофон жатыр. Еркін микрофон әдісі бойынша жаттаған үзінділеріңізді мәнерлеп айтыңыздар. Жалғыз бұтын тозағын сатқан жалғыз мен емес, жалғыздар бірақ көп емес. Ақын дәрі ағаштың шеттерінен қызыл жоқ, жер кірсе мұздап жанады. Шабыты жоқ, оқыс жоқ, қара шаңырақ қағаны, мұқасын олдырған бар. Үйренсең де отыздап, сен де жалғыздарасың. Жалғыз поэмасынан өздеріңізге ұнаған үзіндіні жаттап келген екенсіздер. Енді өткен сабақты тағы есімізге түсіріп алайық. Мынадай сұрақтарға жауап берейік. Қане бірінші сұрақты оқиды. Жәркен Бөдешұлының туған жері. Жәркен Бөдешұлы 1944 жылы 15 мамырда Қытай Халық Республикасындағы Тола ауданындағы Жайық ауылында өмір сүрген. Жақсы, дүниеге келгеннен адам балалар жалғыз болғанда ой келеді екен, әртүрлі ой келеді екен. Содан да ақындық қасиет болады. Жарайсыздар балалар. Енді балалар бүгін өтетін жаңа сабағымыз қазақтың бір туар ақыны Жәркен Өтештің жалғыз поэмасын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта шығармадағы кейіпкерлерді жинаққа даралаймыз. Экранға назар аударыңыздар. Бейне таспаны мұқият тыңдайық. Оқулықтағы бірінші тапсырманы орындаймыз. Оқулықтағы 137 және 141 бетті ашыңыздар. Хрестоматияның Павелком әдісі бойынша балалар біздің жұмыс ватсабымызға мұғалім сіздерге сілтеме жіберді. Сол сілтемеге кіріп тапсырманы орындаймыз. Тапсырманың мақсаты не болды? Шығармадағы жалғыздық символдарды анықтайсыздар және себебін жазасыздар. Жасайық. Мен ақтарды жаздым, себебі астықтың ой денесіне толықтай жетпейінше
жалғыз үй болған. Тамаша. Мен Көкшетау жасының киноның табиғат мәселесі және қазынасы мол жер. Және де сарыға межесі жатын үлкен жалғыз жай топырақ. Бұның барлығын біз жалғыз поэмасынан іріктеп алдық. Дұрыс айтасыздар балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырмамыз балалар, екінші тапсырма топтық жұмыс. Топтық жұмыста балалар сіздер поэмадағы кейіпкерлерді анықтайсыздар, жинақтайсыздар, және оны автор неге жалғыздық қатарына енгізген, ол авторлардың неге жалғыздық қатарларына енгізген. Тапсырмамыз тоқты ғой балалар. Сөз кезегі жетінші топқа берейік, бірінші топта. Бізге ел қорғаған батырлар түсті. Абылайхан үш сөздің басын қосқан. Исатай Тұрманұлы халық батыры, Батыс Қазақстандағы болған көтерілістің саяси көсемі. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысының батыры, Ұлы Отан даңқты жауынгері, үш қыздың арасында жалғыз өскен ол. Батыр Баян Абылай ханның ең сері батыры, ең сері батыры, және олсыз ұрысқа шықпаған. Автор Батыр Баянды Батыр Баян Абылай ханның ең сері батыры болған. Жақсы. Түйін бар ма? Қорытындылай келе, ақын осы батырлардың батырлар арқылы өткен тарихымызды жырлаған, себебі бұл тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Батырларымыз қасық қаны қалғанша найзаның ұшымен алған жеңісіміз болмақ. Тамаша. Келесі топ. Бірінші топ болыңдар. Қазақтың ақындары. Абай дара, Абай дана қазақты. Атадан алтау, анадан төртеу болса да рухани жалғыз болған кісі. Шәкәрім Құдайбердіұлы Абайдың замандас інісі болған, жастайынан жетім болған ақын, философ, тарихшы болған. Фариза Мұғасырова, поэзия падишасы. Мұқағалидай бар ақын өз бақыт елде бар. Тамаша. Сұлтан Махмұд Торайғаров. Сұлтан Махмұд Торайғаровты неге жалғыз деп алған? Ғұмыры қысқа болғанымен артынан өшпесіз қалдырды. Дұрыс айтасыз. Өте ғұмыры ең қысқа болған ақындар, 27 жасында өмір сүріп, артынан өшпес қалдырды. Мағжан Жұмабаев ақиқатты іздеген ақын. Тәуелсіздікті аңсаған алаш айдыны. Білім алуға 4 жасынан шығарылған шегі. Ойымызды қорытындылай келе, ақынның поэмасындағы осы ақындар өзінің ұлтты шығармаларымен өте қатты ерекшеленген. Тамаша. Өтіп кетіңіздер. Қошеметтеп қойыңыздар. Жақсы. Жылдан отырамыз ойыңыздар. Міне балдар. Жаркер Бөкейшұлы еліміздің тұлғаларын осы жалғыз поэмасынан сыйдыра білген шебер мекен ақын екеніне тағы бір мәрте көзіміз жетті.
Келесі тапсырма болар, келесі тапсырманы экранға назар аударайық. Сәйкестендіру, яғни поэмадағы кейіпкерлерді берілген ақпаратпен сәйкестендіресіздер. Поэмаға тағы көз жүгіртейік. Поэмадағы берілген ақпараттармен Батыр баян. Ақ найзаға сүйеніп, ел қорғаған қасқайып. Маша, осылай шулаған формулаларды кірсіз сен аштырды деп. Енді балдар, біз бұл жалғыз поэмасын 4-ші сабақ өтіп жатырмыз. Сондықтан сіздердің ойларыңызда жүрген сұрақтарыңыз бар деп ойлаймын. Қазіргі тапсырма кейіпкермен сырласу. Ыстық орындық қоямыз сіздерге. Сол ыстық орындықта отырып ақылға қояр сұрақтарыңыз болса. Қайын Жакель ағай. Жәкем Бөдешұлының өмірге деген өкініші бар ма деген сұрақ қояр еді. Тамаша. Жауап балалар сіздерден болады, себебі бізде Жәкен Бөдешұлы ол дүниеде сіздер білесіздер. Сұрақ сіздерге. Және? Менің де ойымша Жәкен Бөдешұлы өкінеді, себебі ол сүйген қызына қоса алмайды, сүйген қызы басқа жігітпен қоштасып кетеді. Себебі сүйген жігітінің туған-туыстары, ақшасы, байлығы болады, ал Жәкен Бөдешұлы туған-туыстары болмайды. Келмеді. Міне балдар, сұраққа жауап алдық. Мүмкін де мүмкін, мүмкін де мүмкін. Рахмет, Нұржан, сұрағыңызға. Енді балдар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қазір платформасы арқылы тест орындайсыздар, алған білімдеріңізді осы платформа арқылы тексереміз. Жәкен Бөдешұлы жалғыз поэмасы неше бөлімнен тұрады. Келесі тапсырмамыз. Жәкен Бөдешұлының жалғыз поэмасында абайға немере іні болып келетін кейіпкерді анықта. Осы орынға тиісті сөздерді қойыңыз. Жалғыз жаудың бәрі жалғыздар. Жалғыз. Осы орынға тиісті сөзді қоямыз. Міне балдар, сонымен сіздермен бүгінгі сабақта жалғыз поэмасындағы кейіпкерлерді жинақтап естідік, дара ұладық. Енді үйгі тапсырманы тұрып қаласыздар. Бұл оқулықтан 7-ші тапсырма 21-ші бет. Құндылықтар, қымбатшылдық деген тақырыпта эссе жазып бересіздер. Енді балдар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді алдарыңызға мұғалім не қойды? Теория болып қойды. Сол арқылы бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді білдіресіздер. Талиға?
номинация бойынша. Таңда Жапарман және балалар сабақтан барлық тапсырмалардың аты және жұмысына берілген өлеңдердің балалардың әсерлері берген эмоциялары маған жатты. Кереметте үзіндер жаттаған ұнаған жаңағы үзіндерді айту барысында сіз жақсы сералған екенсіз. Баршаңызға рахмет болды. Баршаңызға